Ассалаумағалейкум қазақ елі және Қазақстанның белсенділері және Рудный қаласының тұрғындарына арнап жатырмын осы үндеуді. 21 қараша күні Рудный қаласының бұрынғы Айгүл кинотеатрінде жиналыс болады. Жиналыстың тақырыбы екі көшенің атауы өзгертілуі. 50 лет октября көшесі Достық көшесі болуға және Иванов Франко көшесі Әлия Молда болуының атына өзгертілуіне тыңдау болады. Рудный қаласында тұрғындарына осы жиналысқа келіп, белсенділік көрсетіп, қолдау көрсетіңіздер. Рудный қаласында бұл бұрын соң болмаған, көше атаулары өзгертілмеген, сондықтан қарсыластар да өте көп. Сондықтан жалпы біздің қаламызда көше атауларының өзгертілуіне осы маңызды шара, сондықтан келіңіздер, қолдаңыздар. Ал Қазақстанның белсенділеріне болса, өздеріңіздің аудиторияларыңызға және каналдарыңызға жазып, Рудный қаласына қолдап, жиналысқа шақыруыңызды сұраймын.